Taksicilikte javob tastaptı. Жол жасалмады. Ауылдың азаматтары. Одан кейін бар бүкіл басшының атынан сіз деген бітеге заң жүзінде деді ғой мына жігіттер қараңдаршы. Жаңа прокуратурадан талғат беріңізші. Егер мына кісілер қазір істелген жұмысы тұр, халықтың алдына шығарып тұр, уәде беріп тұр. Жаңағыдай жұмысы жаңа уақытында басталмаса қандай штраф салуға, қандай жаңа шара қолдануға болады? График работа қарау керек, қанша көлемде примерно білмейсіз бе? Бауырым айта бер өзің таныстырып айта бер өзің. Есім Гүлмұхамед болады. Қазақ автожол мекемесінің директорының орынбасарымын. Директор не болып келмеді? Директор негізі келу керек еді. Қазір Астанада комиссия келді, сол кісілермен жүр. Сол бойынша өзім келдім. Қандай сұрақтарыңыз бар? Жаңа Нұрлы жол подрядчиктің директоры не болып келмеді? Нұрлы жол подрядчиктің директоры қазір жолда келе жатыр. Қай жерде келе жатыр? Қазір Алматыдан шықты. Кім деген кісінің аты жөні? Қанат деген жігіт. Фамилия аты жөні толық. Ол директор емес ол ма? Ол руководитель проекттор, мына жерде қазіргі таңда директоры кім деген бала? Мұрат. Жоқ, Мұрат ол неде субподрядта оларда. Не деген? Ақжол деген компанияның несі директор болады. Жолды неғымен көктемнен бері бастамай жатыр. Халық неғып өсіп шулап, тақанса өсіп. Өзіңіз көріп тұрғанда, міне көріп отырсыздар, қазір завод салынып жатыр. Материал тасып жатыр. Қазіргі уже мына неде перевалда 26-41 километр арасында Жетісу деген компания жолын бастады. Көріп отырсыздар. Қазіргі кезде қазір заводты қойып отыр ғой. Қазір завод дайын болғаннан кейін асфальт шығарады ғой. Қазір битумдары, цементтары бәрі ақшасы төленді. Ол қазір жолды бастап кеткеннен кейін асфальтсыз оны жаба алмаймыз. Өзіңіз білесіздер, қазір ресайклер істегеннен кейін бір 2 шақырымнан кейін уже асфальтты бастау керек. Оны бастамасақ, ертең жол шашылып кетеді. Жел бар, жаңбыр бар, ертең асфальт, цементтің бәрі ұшып кеткеннен кейін ертең тағы да шұңқырлар пайда болады. Сосын ертең сіздер тағы да айтасыздар ғой. Мысалы, жолды неге олай салдыңдар? Қайырда шұңқыр болды, салғаннан кейін толку да, мысалы. Соған байланысты қазір осы вторник, среда аламандық берсе уже жолды бастайды. Несін бастайды? Уже мына нелер, пучиналарын қаза бастайды. Фрезерованный жұмыстарын бастайды. Содан кейін уже ары қарай. Осы вторник па? Да, осы вторник, среда. Числосын айтшы, конкретно қай жылдың число вторник ол? Балам, сен қаяқтан келе жатырсың, кімсің? Мен апа жаңа сізге айтып жатырмын. Мен Қазақ автожол мекемесінің директорының орынбасары. Мына мен сияқты кемпірлер ана жерден белін сындырып өлтірсе қайтесіңдер? Мен сияқты шешең бар шығар сенің де. Бар. Бар болса. Апам да бар. Апаң ба? Жақсы болыпты. Апаңды солқылдатып алып берсең бола ма міне жерге? Енді апа қазір өзіңіз көріп отырсыз ғой, былтырдан бері бастау керек еді. Ана былтырғы мекеме жұмыс істей алмағаннан кейін оларды немен заң түрінде оларды алғызып, биылдан бастап енді майда қайрадан тендер ойнатқызып, Нұрлы жол деген компания келді. Құрысылдыр сөздеріңмен шығарып саласыңдар. Мен сияқты кемпірлер мысалы Алматыға барады. Қызалат болып. Қайтып келеді. Міне белімнен айырылып тұр мен. Жаныма батқаннан кейін сендер тосып тұрмын. Аудандық советтің атқару комитетіне қала берсе ана Жетісуға жазайыншы деп отырмын. Сендерден рұқсат болса, хабардан хабарласын телевизорменен. Енді Алла жаса апа міне айтатыңыз ғой қазір. Айтып жатыр. Айтасыңдар, кетесіңдер. Ал енді сіздердің алдыңғы берген уәделеріңіз қайда қалды? Сіздің жаңағы өзіңіздің бастығыңыз Мырзаханов ағамыздың өзі келіп тұрып уәде беріп бізге осыдан шешем бар дейсің. алдында оның да видео дәлел бәрі бар. Сол кезде бізге міне осы даудың алдын алу үшін барлықтарыңызбен беттестік, кездестік, сол кезде бізге нақты уәдесін берген ол кезде. Енді келіп тұрып сіздер тағы ары қарай күнде еріншектің ертеңі бітпейді дегенде күнде өстіп соза бересіздер ма? Вторник болмаса одан кейін ары қарай тағы бірдеңе дейсіздер, өздерің қыс түседі ғой содан кейін. Жаңағы сіздің бар ғой сапасыз асфальт деп жатқаныңыз уақыты өтіп бітіп күн суытқан кезде вот сол кезде сапасыз болады ол асфальт. Оған дейін жеткізбейміз ғой енді күн суытқанша. Мынаны қарашы, қазір біз қара, сен Алматыдан футболмен келіпсің. Мына біздің месін жерліктер бар, бәрі спортивкамен тұр. Күн суық бізде. Ертең күн суық біткеннен кейін ол суық жерге біз горячий асфальт төгемін деп қалай айтасыңдар сонда енді өздерің?
Енді оған жетеді. Майдың 5-і бастаймыз дендер. Май, июнь, июль, август. Еще каждый раз жинас келген сайын заман келеді, анау келеді, мынау анау бос емес, мынау бос емес, каждый день келе бересіңдер. Мысалы сен бүгін келдің ба, келесі жолы сен келмейсің, мен саған гарантия беремін. Сен келмейсің, келесі жолы тағы біреу келеді. Я халқым, мен келбедім. Мен осылай бәленді, мен заммын, бәлен түген өмірбек ағадан бастап білеміз ғой, қаншама салғысып кетті осы уақытқа дейін. Ол келеді де бүйтіп уәде беріп келеді, көріп тұрсың ба, сен өзіңе дірілдеп уәдеңді тұрамайтын сияқты болып тұрсың да өткел үшін. Неге келесі жолы жинасақ тағы келем? Жоқ, бір жапырақ қағаз бар, мен міне қазақтың жолын бастығымын деген сияқты. Хотя бір жапырақ қағаз бар, мен міне қазақтың жолын заммын, бәлен түген деген. Біз көзіміз жетейікші. Жігіттер, қазавтожолдың орынбасары енді ол өтірік алдайтын нәрсе емес. Жоқ, бізге кәдімгі Жоқ, көрдің ба, Қалика тұра тұр. Каждый бауырым бері қараш, каждый раз келген сайын көрдің ба, замы келеді. Одан енді тағы замы көп бітпейтін бұл қазақтың, замы көп бұл жерде бар ғой. Мына халықтың бәрі ашынып кетті, міне кетейік, міне. Сендерге білмейтін апамыз отыр, мендердеші қаншама жыл. Мен апам былай тұрсын, менің видеомда бар. Ана қаншама бір апа, бір кісі бар, ауылдан больницадан шыққам дейді, Дейжан. Жолдың себебінен дейді ана кісі. Бір көш қыстасам жүрегім тоқтап қалуы мүмкін. Сол себептен қалаға барып дейді, ауылда 4 балама келе алмай отырмын дейді. 4 баламды кеше қалаға алдырды сол кісі деген. Сол бала. Сендер күндемдер өздерің бір-бір жіп мініп алсыңдар, ары бері жүріп жатсыңдар, өздеріңе білінбейді. Өкіметтің бір-бір мәшинесі мініп алғансыңдар. Мыналар болса Маздамен жүріп көрші. Маздамен мына апаңды Алматыға апарып көрші. Мына ауырмаған же сүйек сая сырғап кететіндерден. Сендер өздеріңе ақша бөлінбейді емес. Анау сенаттан бастап чулатып ақша бөлінді, дұрыс па? Не істейміз, сендер кішкене. Сендерде қазақсыңдар үшін патриотизм болу керек қой, қимылдау керек ол мәселені. Мен ұтып алдым, мен өз ойланымды алдым, ана субпатрочке бердім, ол алып анаған берді, соң асфальт завод саламыз, ақша жетпейтін болғаннан кейін, конечно асфальт завод салады. Ол жерде неде проектіде Алматыдан тассын деп тұрған керек болса, иә? Ол ақша жетпейтін болғаннан кейін ақша жетпейтін болғаннан кейін асфальт заводтан деген тасыған өздеріне жетеді. По проекту содан кейін көрдіңіз бе, Алматыдан тасыған деген сөз жоқ. Тоннасына 21 мың теңгеден бөлініп тұр. Тоннасына 21 мың теңгеден бөлініп тұр, дұрыс па? Бұл жолды парламент біліп отыр ғой, не тосы. Енді аға, сол біліп отыр, бәрі қаржысы бөлінді. Енді осыны жасау жұмысы басталып жатыр ғой аға. Әлі күні келген уәделеріңіз бөліп. Олардың алда бана беретін уәделеріңіз бөліп. Тұра, бері ал. Жай сөйле. Ақырына үлкен санай. Жай сөйле. Олай